Құрметті ұстаздар қауымы, сіздерді келіп жеткен кәсіби мерекелеріңізбен өзімнің және оңтүстік өңірлік университетіміз Мұхтар Әуезов атындағы университеттің оқытушы профессор құрамы атынан шын жүректен құттықтаймын. Мағжан Жұмабаевтың айтып өткен сөзі бар: алты алаштың басы біріксе, төр мұғалімдікі деп. Қазіргі 21 ғасырда ұстаздың мәртебесі, ұстаздың алатын орны әрине ерекше. Соңғы кезеңдегі пандемияның уақытында бүкіл қиындық біздің мектептің ұстаздарына келіп түсті. Балаларды оқыту, білім беру, дәріс беру, осының барлығы кірпияз ұстаз ұғымы үшін, ұстаз қауымы үшін өте қиындық алып келді. Бірақ ешқандай қиындыққа мойымай, біз балаларымызды соншалықты жақсы көретіндігіміз, балаларымызды, жас ұрпақты ұстазбенен ғана бірге елестете аламыз. Олай болса, бүгінгі кәсіби мерекемізде небір қиындықты жеңіп өткен ұстаздардың шынайы мерекесі құтты болсын дегім келеді. Ұлы ұстаздардың бойындағы күш-жігері барлық қиындықты бірге отырып жеңетіндігіне кәміл сенемін. Жас ұрпақты тәрбиелеуменен білім беру кезеңіндегі пандемия тұсындағы ұстаздың мойнына түскен ауыртпашылық әрине бір кісіде-ақ болды. Олай болса, бүгінгі кәсіби мерекелеріңізде ұстаз қауымын жалпы қоғамның беделді қауымы ретінде, болашақтың егері ретінде шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге денсаулық тілеймін, ұзақ ғұмыр тілеймін, творчестволық табыстар тілеймін. Әр адамның жүрегінде өзінің ең алғашқы ұстазы қалай сақталса, жалпы мемлекеттік деңгейде ұстаздың мәртебесі солай сақталынады дегім келеді. Мерекелеріңіз құтты болсын.